Армысыздар қазақ елі, шымкенттік белсенді Мамырова Назира. Өз құқықтарымды пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының азаматшасы ретінде Әділет саяси партиясының құрылтайға сайлауға қатыспауын талап етемін. Оған бірнеше себеп бар. Әділет саяси партиясы 8 мамыр 2026 жылы өзінің құрылтайын өткізіп жарғысын бекітті. Ал 1 маусым 2026 жылы Әділет саяси партиясы Әділет министрлігінен ресми тіркеуден өтті. Тіркеуден өткеннен кейін партия болғанына 13 күн өтпей жатып, Әділет саяси партиясы өзінің екінші съезін өткізіп, Аманат саяси партиясыменен бірігу туралы тарихи шешімін қабылдады. Саяси партиялар туралы заңның 10 бабының 3-6 тармақтары бойынша партия болып тіркелгеннен кейін 17 облыс және республикамыздың маңызды 3 қалаларында кемінде 20 филиал ашып, әр филиалда 200-ге жуық, ал жалпы партия мүшелері 5000-ға жетуі қажет делінген. Екінші, партия болып тіркелгеннен кейін өңірлерде конференция өткізіліп, сол конференцияда съезге ресми делегаттар сайлануы қажет делінген. Ал енді партия болып тіркелгеніне 13 күн өткеннен соң өңірлерде конференциялар өткізген жоқ, 20 филиал тіркелмеген, делегаттар сайланған жоқ. Саяси партиялар туралы заңның 16 бабының 5 тармағы темірдей талап қояды. Съезде барлық өңірден сайланған делегаттар қатысса ғана заңды дейді. Сонда қараңыздаршы, 14 маусым 2026 жылы өткізілген Әділет саяси партиясының съезіне қандай делегаттар қатысып, ондағы шешілген жаңағы Аманат партиясымен бірігу туралы шешім қаншалықты заңды? Сондықтан қазақ елі, Әділет саяси партиясы бұл спектакль, қойылым. Әділет саяси партиясы құрылтайға қатыспасын. Және Әділет саяси партиясының басшылығы, Әділет министрліктегі Аманат саяси партиясының басшылығы, орталық сайлау комиссиясындағы жалпы қылмыстық сөз байласуға қатысы бар барлық жауапты мамандардың заң алдында жауап берулерін талап етемін. Алға Қазақстан!